Сәлем баршаңызға. Бүгін шашлык тамағынан кем түспейтін дымлама тамағын жасаймыз. Алдымен құрамын дайындап аламыз. Сиыр еті бізде 1 килограмм және 1 ас қасық тұз саламыз. Бұл біздің маринатымыз, яғни етті біз маринаттаймыз. 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бұл жерде бізде тоңдырылып тұру керек етіміз. Соған 4 сарымсағымызды, яғни чесногымызды майдалап турап саламыз. Одан кейін қарабұрыштан 1 кішкене қасық толтырып салсаңыз жеткілікті. Етті барынша ірі етіп турауға тырысамыз, ірі бөліктерге бөліп, осылай тұзбен және чеснокпен, қарабұрышпен араластырып қойып қоямыз. Ол тоңдырып тұрған уақытта біз көкөнісімізді тазартып аламыз. Жуып, тазалап, аршып, көкөністерімізді дайындай бастаймыз. Достар, жас каналымыздың дамуына қолдау ретінде сіздерден сұрайтынымыз подписаться кнопкасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Және поделиться кнопкасын басып, ссылкасын видео рецептің WhatsApp чаттардан бөлсеңіз болады. Көкөністерден бізге керегі 6 түйір қызанақ, 3 түйір болгар бұрышы, жасыл түсінен, одан кейін қызыл түсінен 2 болгар бұрышы қажет, және 2 жуа, одан кейін 15 немесе 20 түйір картоп. Алдымен жуамызды тазалап, тұтастай бірнеше бөлікке бөліп шықсаңыз болады, немесе осылай видеодағыдай жарты бөлікке бөліп, жіңішке етіп турап дайындаймыз. Бұл жерде қызанағымызды жуып, 4 бөлікке бөлеміз. Егер көлемі үлкен болса, 6 бөлікке бөлсеңіз болады. Және дөңес жапырағын алып тастаймыз. Осылай барынша ірі етіп турауға тырысамыз. Өйткені дымламада барлығы бізде үлкен көлемді болып шығады, және өте сондай аппетитті көрінеді тамағымыз. Болгар бұрышында осындай үлкен бөліктерге бөліп аласыз. Алдымен қазанымыздың астын қатты газға қоямыз, яғни барынша газымызды ашамыз, және жарты кеседен сәл көбірек су май құямыз, яғни подсолнечное масло. Содан кейін 1,5-2 сағат сарымсақпен тұзға тоңдырылып тұрған етті осы қызып тұрған майға саламыз. Барынша қызарғанша қуырамыз. Бұл жерде қазанға тұзды салмаймыз, яғни еттің өзінің тұзы мен сарымсақтың жаңағы тоңдырылған иісі болады, және дәмі болады. Жақсылап қуырамыз, одан кейін үстіне туралған жуамызды қосамыз. Осылай жуамен етті 2 минут қуырамыз. 2 минут қуырғаннан кейін қалған туралған көкөністерді рет-ретімен бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Алдымен туралған, бұл жерде картопымыз біздің 2-ге бөлінген, үлкендігіне қарай, егер кішкентай болса, өзін сала берсеңіз болады, яғни целиком картошканы сала берсеңіз болады. Егер үлкен болса, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, осылай жатқызып үстінен салып шығасыз, яғни 1 келкі жуаның үстіне картошкаңызды төсеп шығасыз. Одан кейін үстіне кішкене тұз салуды ұмытпайсыз. Картоптан кейін болгар бұрышын бірнеше бөліктерге бөлесіз, бірақ ірі бөліктерге бөлесіз. Көлемі осы картошкалармен бірдей болу керек. Одан кейін қызанағымыздың көлемі де ірі болу керек. Ірі туралған қызанақ пен бұрышты екеуін кезекпен салсаңыз болады үстіне, яғни кезекпен кезек үстінен төсеп шығасыз. Бір жеріне болгар бұрышы, бір жеріне қызанақ. Егер үйіңізде болгар бұрышы болмай қалған жағдайда сәбіз қоссаңыз болады. Бұл жерге ірі сәбіз болса, 2 сәбізді ашып, бірнеше домалақ бөліктерге бөлесіз. Домалақ бөлікке бөлгенде кішкене ірі ғып турайсыз. Жуадан кейін саласыз. Одан кейін картошканы саласыз, одан кейін қызанағыңызды саласыз.
Осылай кезекпен кезек көкөністеріңізді бірінен соң бірін үстіне салып болғаннан кейін 15-20 минут жаңағы өзінің соғында бұқтырасыз. Яғни жуаның, қызанақтың өзінше сулары шығады өздерінің. Сол кезде 15-20 минут өзінің соқтары бөлініп, бұқтырылып піседі. Содан кейін ғана қайнаған бір кесе суды ішіне құйып жіберсеңіз болады. Бұл жаңағы түбіндегі етті жапсырмайды, және ол қайнаған су жаңағы еттің жұмсақ балбырап пісуіне көп көмегін тигізеді. Жалпы дімлема тамағының пісу уақыты 2 сағат. Еті де және көкөністе барлығы бір-біріне балбырап пісіп шығу уақыты. Газымыздың астындағы қызуын азайтамыз. Азайтқан кейіннен бастап бір бұрқырап қайнайды. Қайнағаннан кейін газды басамыз. Солай 2 сағатқа қақпағын жауып қоямыз. 2 сағат ішінде біздің бір кесе құйған суымыз жаңағы етті түбіне жапсырмайды. Керісінше буландырып пісіреді. Одан кейінгі үстінде көкөністерден бөлінген су қызанақтан және жуадан және картошкадан шыққан су барлығы бір-біріне қосылып керемет дәм береді. Бұл жерде біздің етіміз тұздалған, сондықтан көкөністерге ғана үстіне тұз және қара бұрыш қосамыз, және әмбебап приправасын саламыз. Бір ас қасықтан қосып шығамыз. Осылай бұрыштың үстінен себелеп шықсаңыз, буымен ішінде барлығы араласып шығады. Яғни қасықпен аударып араластырмайсыз. Және қазанның түбіндегі етіне құйылған бір кесе қайнатылған суды бақылаңыз. Егер тартылып қалған болса, тағы бір жарты кесе су құйсаңыз болады. Біздің етіміз қазанның түбіне жабыспау керек. Буланып, буда 2 сағат пісіп шығу керек. Сіздермен болған Смагулова еңлік. Астарыңыз дәмді болсын.